Қайлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұхтар Шахановтың Нарын құм зауалы поэмасындағы әке үкімі. Оқу мақсаты: көркем шығарманың тілі, шығармадағы көркемдеуіш құралдардың символы, синодоха, қайталау түрлері, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ қолданысын талдау. Енді көркемдеуіш құралдарға назар салайық. Символ балама бейне шығармасының астарлы мәні. Нарын құм зауалы поэмасын жазудағы автор идеясының басты символы Махамбет. Махамбет арқылы автор батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шықпайтын мәлімдейді. Поэманың негізгі идеясы да осында жатыр. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып өтті әлдекімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетіні жаман-ақ. Осы мысалдан автордың шалбының орнына жалқыны қолданып, бөлшек арқылы бүтінді танытқан айқын байқауға болады. Демек, синодоханы сәтті қолданудың бір мысалы. Анафора дегеніміз қайталаманың бастапқы түрі. Өлең жолдарының бір сөзден басталуын айтады. Өлеңнің әр жолының немесе ой ағымының соңында бір сөзден бірнеше рет қайталануы эпифора деп аталады. Эпифора дегеніміз қайталаманың кезекті түрі. Оған мысал: бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем. Едім әрі өшемің, жанашырың жақын ем, және қайсар ақынның ем мен сенің. Аллитерация дегеніміз дауыссыз дыбыстардың қайталану арқылы әдеби тілді ажарлап, сөздің реңін келтіре түсетін көркемдік тәсіл. Оған төмендегі мысал дәлел бола алады. Алдан жарқыны күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған, пасық ойлар тұншыққанша, дулығаны қақ жарып, гүл шыққанша, жер астынан қарап жаттан мен саған. Ал дауыссыз дыбыстардың үндестігі тыңдарманның құлағына сөзді әуезді жеткізіп, мәнін аша түседі. Демек, өлең сөзде дауыссыз дыбыстардың үндесе қайталануы ассонанс. Төмендегі мысалда А дыбысымен қоса Ж дыбысы жиі қайталанылады. Мысалы, иығымнан ұшқаны басым көкірегімнен домалап, бара жатты адам екен ақжайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Ақын ойды, сезімді әсерлі ету үшін риторикалық сұрақ тәсілін қолданады. Бұл күмәндану, шүбә келтіру мүмкін емес деген айрықша сенімділікті білдіреді. Ерлер аз ғой бара алатын байыпқа, тым кеш ұқтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айыппа. Поэманың эстетикалық құндылығы оның адам эмоциясына әсер етуінде. Риторикалық сұрақтардың орайлы қолдана отырып, автор поэманың эстетикалық құндылығын арттыра түседі. Құрметті білім алушылар, мұқият тыңдайық. Тыңдаудың тапсырмасы. Нарын құм зауалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен, өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетіні жаман-ақ. Иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атам екен ақжайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем.
Едім әрі өлшемің, жанашырың, жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқазаң, батырлығы жоқ адамнан, үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түсті мегеске, ақындықтың басты шарты басталса да, шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күртінсем де жай көзге, шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып беді қай кезде. Көрді денді сен жайлы ойға батамын, бұлың кәрілік созылады қаншаға, кім қаншама шексіз сүйсе, отанын, оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең, нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең, пенделіктен тазарар деп ұл өлкем, қашанғы баққа зорлық мінгеспек. Сенем ертең, оттық отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең, ақыл ойы пір тұтар деп ұл өлкем, мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер. Ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кезгелер. Қадір тұтам, қиялдауды ертең талғам өзгерер, шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кезгелер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Махамбеттің туған ел мен жерін жақсы көретіні оның қандай сөздерінен көрінеді? Махамбетке оқ атқан жігітті ақтауға бола ма? Оның қателесу неден басталады деп ойлайсың? Әке үкімі дұрыс па? Осы сұрақтарға өз ойларыңызды айтыңыздар. Тапсырма: берілген поэмадан ғаламторды пайдаланып, төмендегі жаңа сөздердің мағынасын табыңыз. Поэма: егеске түсу, залал, үкім, пенделік, пасық ойлар, кию, ішік, шомбал жігіт, әдептелген жағасы, зауал деген осы сөздердің мағынасын табыңыздар. Дескриптор поэма мазмұнын түсінеді, жаңа сөздерге түсініктеме береді. Келесі тапсырма: қарамен берілген өлең жолдарынан синедоханы тап. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім, ғаламат, бір таныс қол соғып өтті әлдекімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетіні жаманақ. Осы қарамен жазылған өлең жолынан синедоханы табыңыздар. Поэмадан көркемдегіш құралдарды тап. Оқушылар, мына жерде кесте берілген. Кестенің бірінші бағанында поэмадан үзінді берілген, соның аллитерация, ассонанс, эпитет, риторикалық сұрақ, эпифора, анафора, символ деген көркемдегіш құралдардың қайсы екенін тауып белгілейсіздер. Дескриптор көркемдегіш құралдарды ажырата алады, көркемдегіш құралдарды поэмадан дұрыс табады. Ой таразы, бүгінгі сабақ бойынша сізге не қиын болды? Қандай тапсырмаларды орындадыңыз? Нені үйрендіңіз? Нені білдіңіз? Осы туралы өз ойларыңызды кері байланыс беріңіздер. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.